Түркістан облысында полицейлердің жазықсыз адамға қылмысты мойындатып жатқан видеосы тарады. Әлеуметтік желіде Түркістан облысы Сауран ауданының полиция бөлімінде түсірілген видеоматериал тарады. Онда 34 жастағы жергілікті тұрғынның жан ұшыра айқайлаған дауысы естілді. Белгілі болғандай 34 жастағы ер адамды мал ұрлығына күдікті ретінде аудандық полиция бөлімшесіне алып келген. Өзінің айтуынша оның басына полицейлер полиэтилен пакетін кигізіп әбден ұрып соғыпты. Сондағысы жоғалған екі қойдың оның мойнына ілгісі келгенін көрінеді. Оқиға биыл 8 ақпанда болған. Облыстық полиция департаменті болса азап көрген ер адамның мал ұрлығына қатысы жоқ екенін айтты. Жәбірленушінің үстінен қозғалған қылмыстық іс тоқтатылған, ал оны азаптауға қатысты бар деген күдікпен 5 бірдей полицей ұсталыпты. Бәрінің үстінен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда бұл іспен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі айналысып жатыр. Алайда жәбірленген ер адам антикордың жұмысынан көңілі толмайтынын жеткізді. Айтуынша іс белгісіз себептермен әлі сотқа жетпеген, ал антикор қызметкерлері полицейлерге кешірім беруді өтініп бірнеше рет ұсыныс айтыпты. Сондықтан жәбірленуші енді ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымданбақшы.